Рашид 50-ді еңсерген шағында 5 жылға сотталып қапасқа қамалды. Таблиғи жамағат экстремистік ұйымының қатерлі идеологиясын насихаттаған үшін айыпты. Дорба арқалаған дағуатшылар үгіттеді, ол иланды. Гүржістаннан көшіп келген оралман болып, Қарағандыда тұрып жатқанда мен квартирамды қақып келеді. Есігімді ашсам, 2 бала, 3 бала, жас балалар, тауап алмайсыз, мешітке қарай қадам баспайсыз, бір күнәңіз кешіріліп, бір сауап жазылса деген сондай шақыруына еріп мен де бардым. Таблиғтар ел территориясына 1990 жылдардан бастап ене бастады. Дінде терең білімдері жоқ. Пәкістандық үлгідегі киімді кисек, Алланың елшісі боламыз деген тар түсінік саналарын торлаған. Жұмыс істемейді, кәсіп қылмайды, мемлекеттің дамуына қатыспайды. Тәулігіне 24 сағат ел кезіп жұрт аралайды. Жататын жер талғамайды, есіктен есікке қағидасын ұстанады. 3, 7, 40 күнге, одан қалды 6 айлап отбасын тастап кетеді. Көшеде кездескенге тап беріп, кәлиме айтуын талап ететіндер өз ойынан басқа ешкімнің құқын мойындамайды. Таблиғи жамағаттың принцибінде аса бір ғылыммен, біліммен шұғылдану деген принцип жоқ, талап жоқ. Бұлар жалпы қарапайым халыққа дінді жеткізумен ғана шектелген бір жамағат болғандықтан, бұндай кемшілікте оларда орын алды. Адамдарды дінге шақырамыз деп, керісінше такфир, сәләфит, вахабит секілді діни топтардың жемтігіне айналдырды. Таблиғи жамағат ағымның негізі өткен ғасырда Үндістанда қаланды. Әлем сарапшылары бұл ұйымды экстремизмге апаратын дәліз деп атайды. Себебі бұлар саналы, санасыз түрде террористер ұстанатын жихадшылық идеологиядан аса ерекшеленбейтін сенімді ұстанады. Талибан террористік ұйымының негізін қалауға да дәл осы Деобандилық мектептің шәкірттері атсалысқаны белгілі. Рашидқа бұған дейін бірнеше мәрте ескерту жасалған, бірақ ол прокурорды да, имамды да тыңдамады. Сол балдарды шақырып алып, көшеде ауылдастардың, ағайындардың балдарын, жас балдарды шақырып алып, сол мешітке шақырып келеді, тұтатпадым. Соларды шақырттыра берген адамдарды. Сосын көшедегі адамдарды шақырттырдым. Сосын мешітке адамдар шақыртқан адамдар кәдімгі органдарға жалығып, мешітке жалығып бастады. Біздер есігімізді қақып келіп жатыр, танымайды адамдар мешітке шақырып келіп жатыр. Көшеде жүрсек те мешітке шақыру көбейіп жатыр. Бұл кімдер? Бұл қаяқтың адамдар деген сияқты. Бұл енді бұл өз бетінше жүргеннен кейін бұл секта болып көрініп тұр. Таблиғтардың мақсаты жақтастарын қайыршыға, одан қалды маңайына маза бермейтін психологиялық қарақшыға айналдыру. Бұлардың Фазаил Амали кітабы адамды жеке тұлға ретінде қалыптастыруға емес, керісінше жігерін басып, интеллектуалды әрекетін шектеуге бағытталған. Мазмұны әміріңе қызмет ет, бұйрығын бұлжытпай орында дегенге саяды. Вазирстан, Афганистан және деймін Сирияда болған жағдайда таблиғи жамағаттың мүшелері содырлардың қатарынан табылды. Сол идеологияның бейбітшілік жихадтан соғыстық жихадқа өтіп кетуі бар. Таблиғи нисап деген кітаптар бар. Сол кітапты кейбір уақытта Құраннан да жоғары қойып кететін сияқты. Соның жобасында олар сол үгіт насихатын жасады. Исламның тазалық, мәдениетке, этика мен эстетикаға шақыратын прогрессивті жақтарын сыпырып тастап, шалдыр шатпақтарымен елдің миын шырмайтындар білімге ден қоймайды. Сорақсы, өз отбасын жылатқандар өзгені рухани байтып, түзу жолға қалайша салмақ деген сауал туындайды. Кезінде көше кезіп, отбасынан безген Рашидқа қазір қыздары тамақтасып жүр. Мен істеп жатқан ісім, сондай өкіметтің арасында ұлтараздық, діндердің арасындағы нәрсеге әкеп соқты менің істеген ісім. Сол себепті мен өзім айыбымды мойындап, осындай неменен отырмын. Таблиғ жамағатын қолдап, соның идеологиясына жүрген жігіттерге айтатын, бұл біздің Қазақстан мемлекеттік діни басқармасының қойған программасы менен жұмыс істеу бір болады екенбіз. Мына теологтар да келіп түсіндіріп жатыр. Қазір сабақтар өтіліп жатыр қаншама мешіттерде, қазір ашық түрде. 2013 жылы Сарыарқа аудандық соты таблиғи жамағат ұйымын экстремистік деп танып, Қазақстан аумағында қызмет етуіне тыйым салды.
бұл ұйымның жұмысын Ресей, Өзбекстан, Тәжікстанда заңмен шектеді. Қазір олар көп елде көлеңкеде жүр.